Оңтүстік Қазақстан облысында республикалық және облыстық жолдардың бойында өрт қауіпсіздігі шаралары әлі күнге толық бітпеген. Жаз мезгілі ортаң беліне таяған шақта бұл өте қауіпті дейді жауаптылар. Себебі аптап ыстықта дала өрті тұтанып, ауыл шаруашылығына орасан зиян келтіруі мүмкін. Тақырыпты тілші тарқатсын. Кентау қаласында 15 шақырымдық жолдың жиегі қопсытылып, тілсіз жаудың алдын алу шаралары атқарылмаған. Бұл көрсеткіш Түлкібас ауданында 32 шақырымды құрап отыр. Арыс қаласында да темір жол жиегі қараусыз қалған. Енді сонда өрт болған күнге шейін, сол күнге шейін жүресіңдер ме сонда созып? Аудан әкіміне тиісті осы орынбасары жауаптыға және шара қолдансын деп мен ұсыныс беремін. Түсінікті болу үшін. Ал темір жол бойынша облыс басшылығы Қазақстан темір жолы компаниясына хат жолдамақ. Өйткені жолаушылардың темекі тұқылы жол бойына түсіп, өрт шығар болса, сол аумақтағы егістік алқабын толықтай жойып жіберу қаупі бар. Бұл өз кезегінде үлкен шығынға алып келуі мүмкін. Сонымен қатар, Қаныбеков мырза жиында автожол бойындағы жұмыстардың сапасыз жасалып жатқанын тілге тиек етті. Қазір ғана өттім, көрдім. ДТ 75 сол жерде жыртып өтіп баратырды. Просто әшейін аты бар ол жасап атқан тірлігі деген. Соқасы сол төбесінде тұр, ана шөптерді сырғытып кетіп баратыр. Біреу қадағалап атқан, қарап атқан жоқ болған байланысты. Жауаптылар жол бойындағы өрт қауіпсіздік шараларын шілде айына дейін бітіру тиіс болатын. Алайда әлі күнге дейін аяқсыз жатыр. Салғырттыққа жол бергендер қызметтен кетуі мүмкін. Арай Есенбек, Нұрғожа Мамилов, арнайы Қазақ Ньюс үшін Оңтүстік Қазақстан облысынан.